Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омарсаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 4 сыныптың жанды су тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері тазалық, қамқорлық, үнемшілдік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға судың табиғатта адам өміріне алатын мәнін аша отырып, қиянат жасамау құндылығын қалыптастыру. Міндеттеріміз оқушыларға суды таза ұстаудың маңыздылығын түсіндіру, оқушылардың суға қамқорлық жасау қасиеттерін дамыту, оқушыларды суды үнемді пайдалануға тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды 5Т ережесімен бастайық. Сабағымызда тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық сақтасақ, сабағымыз ойдағыдай өтеді. Ендеше үй тапсырмасын қайталап алайық. Үй тапсырмасына 26 сабақтағы 5 тапсырманы орындау және 27 сабақтағы Көз ата бұлағы аңызын оқып келу берілген болатын. Ендеше сол аңыз әңгімеден сіздерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Балалар, Қазығұрт тауының етегінде қандай адам өмір сүрген? Оған неліктен адамдар ағылып келетін болған? Әулие мазарының жанында қандай ғажап оқиға болды? Бастауды неліктен шипалы дейді? Өзің бұлақтай таза болу дегенді қалай түсінесің? Айтып бере ғой. Балалар, осы сұрақтардың жауабын менің өзіме айта қойыңдар. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзі. Бұлақ көрсең, көзін аш. Балалар, бұл дәйек сөзді жаттап алайық. Менімен бірге қайталаңыздар. Бұлақ көрсең, көзін аш. Бұлақ көрсең, көзін аш. Бұлақ көрсең, көзін аш. Жарайсыздар балалар. Ендеше осы дәйек сөзге байланысты сұрақтар қойғым келіп отыр. Бұлақ деген не деп ойлайсыңдар? Бұлақты тазалау не үшін керек? Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Балалар, мен сендерге мұғалім сыйы ретінде «Су тіршілік көзі» атты видеороликті қосып бергім келіп отыр. Ендеше қараңыздар. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарымен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзімен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады.
Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе, қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Балалар, видео түсінікті болса, ендеше шығармашылық жұмысқа кірісейік. Шығармашылық жұмысты оқулықтың 125-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші тапсырмаларды орындаймыз. Топпен ән айту. Топпен ән айтуға «Жау-жау жаңбыр» әнін айтайық. Жарайсыздар балалар, ендеше үй тапсырмасын алайық. Үй тапсырмасына осы бүгінгі 27-ші сабағымыздағы 3-ші тапсырманы орындау және келесі 28-ші сабағымыздағы Тұз көл аңызын оқып келу. Сабақтың қорытынды сәтін жағымды көңіл күйге келу арқылы аяқтайық. Ендеше тыныштық сәтімізді бастаймыз. Көздеріңді жұмып, бірнеше рет демалып, дем шығарыңыздар.
денені бос ұстаңдар. Біз теңіз жағалауында жүрміз деп ойлаңыз. Теңіз толқындары мен шағалалардың баяу дауыстарын естіп тұрсыз ба? Жалаң аяқ астында жұмсақ құмды сезесіз бе? Теңіз үстінде алыстан бір қара нүкте байқадыңыз. Ол не екен? Ол дельфин. Дельфин жүзіп сізді теңіз түбіне саяхатқа алып бару үшін келіп тұр. Жайлап оның арқасына отырып, алыңыз да саяхатқа шығыңыз. Теңіз түбіне сүңгіп кеткен дельфин досыңыз сізге бар ыңғайды жасап келеді. Мөп-мөлдір су астында сіз өмірі көрмеген түрлі түсті өсімдіктер мен балықтың бірнеше түріне тап болдыңыз. Алдыңызда үлкен балықтар өтіп жатыр. Ал анау алыстағы 8 аяқ керемет, неткен тыныштық, сұлулық десеңізші. Кәдімгі көк экрандағыдай көрініс. Осы жағдайда сәл бола тұрыңыз. Ал енді жоғарыдағы өз әлемімізге қайту үшін дайындаламыз. Жан-жағыңызға мұқият қарап, көріп алыңыз. Неткен тыныштық, неткен сұлулық. Осы тыныштықтың сізге қалай әсер ететіндігін есте сақтаңыз. Дельфин жер бетіне қайтпақшы. Сіз жағалауға келдіңіз. Дельфиннен түсіп, оны маңдайынан сипап, саяхат үшін оған ризашылығыңызды білдірдіңіз. Бөлмеге келіп, өз орныңызға да жеттіңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашасыз. Бірақ осы тыныштық сезіміңізді сақтап қалуға тырысыңыз. Сіз өз орныңызға қайтып келдіңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.